Қайырлы күн, құрметті магистратураға түсушілер. Сіздердің назарыңызға кешенді тестілеуге өтініш беру нұсқаулығын ұсынамыз. Өтінішті 1 маусым мен 8 шілде қоса алғанда аралығында бере аласыздар. Ол үшін app.testcenter.kz сайтына кіру қажет. Өтініш беру бөліміне басып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімді таңдау керек. Ары қарай магистратураға кешенді тестілеуді басып, өзіңізге қажетті батырманы таңдаңыз. Қажет жағдайда жеке мәліметтерді толтырыңыз. Ары қарай тестілеу параметрлері блогын толтырасыз. Магистратурадағы даярлау бағытын, магистратурадағы білім беру саласын, білім беру бағдарламасы тобының коды мен атауын, тест тапсыру тілін таңдайсыз. Егер ғылыми педагогикалық бағытты таңдасаңыз, шет тілін тапсыру тілін таңдайсыз. Бар болған жағдайда шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатты және сәйкесінше балды көрсете аласыз. Конвертация жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссияларымен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін өтініш бергеннен кейін немесе ақылы негізде жоғарыға қабылданған кезде жүзеге асырылады. GRE сертификаты бар болған жағдайда қажетті мәліметтерді толтырып, сертификатты жүктейсіз. Конвертация жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссияларымен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін өтініш бергеннен кейін немесе ақылы негізде жоғарыға қабылданған кезде жүзеге асырылады. Сертификат болмаған жағдайда белгіні қоймайсыз. Ары қарай тестілеу қаласын таңдайсыз. Естеріңізге сала кетейік, тестілеу орны, күні мен уақыты туралы ақпарат жеке кабинетте менің іс-әрекетім бөлімінде 2025 жылғы 14 шілдеде қолжетімді болады. Әрі қарай мүгедектіктің болуы болмауы туралы белгі қоясыз. Егер бар болса, тестілеу барысында қандай көмекші қажет екенін таңдап, құжаттарды жүктейсіз немесе қажет еместігін таңдайсыз. Егер мүгедектік болмаса, мүгедектік жоқты басасыз. Ары қарай жалғастыруды басып, тестілеу ережелерімен танысыңызда келісу белгісін қойыңыз. Жалғастыруды басыңыз, офертамен танысып, келісу белгісін қойыңызда өтініш беріңіз. Төлем тәсілін таңдаңыз және төлем жасаңыз. 2 сағат ішінде төлем жасамасаңыз, өтініш өшіріледі. Берілген өтінішті менің іс-әрекетім бөлімінен көре аласыз. Қажет жағдайда өтінішіңізді өтініш беру аяқталғанша, яғни 8 шілдеге дейін өңдей аласыз. Ары қарай бұл функция қолжетімсіз болады. Сәттілік!